мен осылай жол жүрген жақсы көретін едім. Столбтарды санап, қандай сан жазылып тұрған деп оқып отыратын едім. Шыңғырлау мен Белогордың ортасында сондай столбтар болатын еді. Солардың номерлары бар. Бәрін қарап, қызығып отыратын едім. Сосын қыздарға айтып келем көргенімді. Вот 7-ші ақпан көккімбек болып тұрған ол деген күріш осы жақта егеді. Милан айналасында күріш егеді, аяқ киім тігеді. Сондай фабрика, заводтар бар. Жаңағы өткен каналды Леонардо да Винчи уақытында солай қағазға сызған. Сон сызуымен каналдарды өткізген күріштерге су әкелу үшін. Сөйтіп күріш өсірген. Осылардың тарихында солай бүкіл далаға неге күрішке су көп кетеді ғой. Венеция. Кісі. Миланға кіріп келген сияқтымыз. Регоредо дейді ме? Милана Регоредо. Әйтеуір сұрастырып адасып кетпеу керек. Оказывается, порта Виториядан шығу керек. Әйтеуір тіл білсең жоғалмайсың. Мұнда ағылшын тілді тек қана жастар біледі. Кішкентай қалада үлкен кісілер вообще ағылшын білмейді. Сол үшін тек қана
итальяндық тілі білу керек. Оны таңертең мен бір жігітке айтсам, бізде 26 сағат жүреміз елімізде. Сонда бізде ұйықтайтын андай орындар бар десем, прям шалқасынан қалады ғой 26 сағат дегенде. Олар осындай қысқа жол жүріп үйреніп қалған. Таңертең көбі Миланға барады екен жұмысқа, жастар оқуға баратқан шығар. Әйтеуір деген адам көп екен. Бүгін сағат 7-ге шығып едім. Сол жастардан сұрап білмеген жерімден адаспау үшін сұрап алам. Осылай үйренем ғой. Мамочки, көп осы Москвада жаратпайтын едім осындай